достар, бүгін біз осындай дәмді бельгийский маффинлар жасайтын боламыз. Бізге осындай ингредиенттер керек болады. Алдымен біз осындай 2 жұмыртқамызды жарып араластырып аламыз. Осындай венчикпен енді жұмыртқаларымызды дұрыстап араластырып аламыз. Енді біз 80 грамм қантымызды қосатын боламыз. Енді біз қант ерігенше араластырамыз. Біздің қантымыз ерді. Енді біз 150 миллиграмм сүтті қосамыз. Енді біз 200 грамм ұнымызға 5 грамм разрыхлитель және де 10 грамм ванильный сахар қосамыз. Және де оларды үш қоспаны араластырамыз. Араластырғаннан кейін біз 100 грамм ерітілген майды сұйық қоспаға қосамыз. Және де араластырамыз, барлығы бір-біріне араласқанша. Енді біз үш қоспамызды осы қоспаға қосамыз. Және де дұрыстап араластырамыз. Біздің қоспа осындай болып шығу керек. Енді біз вафельницамызды дайындаймыз. Енді осындай вафельница ашып, тоққа қосып қыздырамыз. Сәл қызғанда біз оны майлаймыз 2 бетінде. Майлаған соң бетін жауып 1-2 минутқа тағы қыздырып қоямыз. Және де осында қасық дайындап аламыз. Үйдің вафельница қызыған соң біз жаңа қасықпен 1 қасық толтырып, екеуіне де бөліп салып шығамыз. Салып болғаннан кейін вафельницаның бетін жауып, жасыл кнопканың тоқтағанын күтеміз. Біздің вафельница дайын болды. Және 2 вилка алып, оны қараймыз. Біздің вафельница дайын болғаннан кейін осындай түсте болу керек. Тарелкемізге салып, басқаларын пісіреміз. Мінекей, біздің осындай вафельіміз дайын болды. Назарларыңызға рахмет.